여러분 안녕하세요. 몰리쌤입니다. 오늘 우리가 살펴볼 표현은요. 분위기가 싸하다입니다. 먼저 영상부터 보고 오시죠. 왜들 그리 다운돼 있어? 뭐가 문제야? Say something. 분위기가 겁나 싸해. 요새 이런 게 유행인가? 네, достар, біздің видеода көргендеріңіздей бүгінгі үйренетін выражениеміз 분위기가 싸하다. 분위기가 싸하다. жеке-жеке талдасақ сөздерді 분위기 дегеніміз атмосфера, қалып, айналадағы жағдай деген мағынаны білдірсе, 싸하다 дегеніміз көңіл-күй немесе настроение, аяқ астынан суығып кету, салқындап кету, біртүрлі болып кету, көңіл-күй түсіп кету деген секілді сондай мағыналарды білдіреді. Яғни сәйкесінше екеуі бірге келген кезде 분위기, атмосфера және 싸하다, ауырлап кету, салқындап кету бірге келген кезде атмосфера аяқ астынан біртүрлі болып кетті, атмосфера салқындап кетті, атмосфера ауырлап кетті деген мағынада қолданылады. Өлеңінде келтірілгенде 분위기가 겁나 싸하다 деп келді, яғни ортасында 겁나 деген сөз. 분위기가 겁나 싸해. сонымен қатар 한번 다녀왔습니다 дорамасынан келтірілген үзіндіде де 분위기 겁나 싸해. 분위기가 겁나 싸하다 деп қолданылды. бұл дегеніміз көбінесе табиғи жағдайда кәрістер осылай қолданылады. 겁나 дегеніміз кәріс тіліндегі дому, теге, ажу деген тым, өте деген сөздердің сленгтік версия. яғни атмосфера тым, өте ауыр деген мағынаны білдіреді. Өте салқын деген. Неге салқын деп айтады атмосфера? Қандай да бір түрлі ыңғайсыз жағдай болған кезде адамның денесі жаман іс болатынын сезген кезде адамның денесі тітіркеніп кетеді. Тітіркену процесі болған кезде кішкене суық сезінесіз. Сондықтан да атмосфера салқындап кетті, атмосфера ауырлап кетті деп осы тіркес қолданылады. Көбінесе осы 분위기가 싸하다 тіркесі қысқартылған формада қолданылады. каппунса. каппунса, 갑자기 분위기가 싸해지다. яғни аяқ астынан атмосфера салқындап кетті, атмосфера ауырлап кетті деген мағынада. Яғни мысалға келтіретін болсақ, сіз достарыңызбенен кафеде жиналдыңыздар да, соның ішінде бір досыңыз емтиханнан құлап қалды делік. Яғни ол досыңыздың настроениесін бұзбау үшін, жаңағы отырған атмосфераны, жақсы атмосфераны бұзбау үшін ол емтихан туралы айтпаған дұрыс. Бірақ бір досыңыз аяқ астынан именно сол емтихан туралы айтып қалды да, сол кездегі орын алатын жағдай, сол кездегі атмосфера осы каппунса тіркесіне өте жақсы келеді. Яғни 분위기가 싸하다. қозғамау керек, болмау керек нәрсені қозғап қалған кезде аяқ астынан жап-жақсы болып жатқан атмосфера бұзылып кетті, салқындап кетті. Адамдардың денелері тітіркеніп кетті деген мағынада. Яғни 분위기가 싸하다 тіркесін осындай аяқ астынан жап-жақсы болып жатқан нәрсе бұзылып кеткен кезде, салқындап кеткен кезде қолдануға болады.